Құдай Таала Исра сүресінің 34 аятында мындай дейді: "Ва ауфу бил ахд". Уадаңарды атқарғыла. Уада бердің бе? Уадаңда бекем бол. Иннал ахда кана мас'ула. Уада Аллах Таала қияматта сұрай тұрған нәрсе. Мен бұл мәселеге неге тоқталып отырмын, құрметті мұсылман бір туған? Бүгін саясаттың шайтан ойыны башталған кезде 5 жыл мұрда сөйлеген уадаларын қайра қайталап жатады. Жырғаты берем, қираты берем, манты берем. Сөз бердің бе? Аллах Құранда: "Ва ауфу бил ахди". Уадаңарды атқарғыла. Әлбетте уада ақыретте сұралушы нәрсе. Ва ауфу бил ахд иннал ахда кана мас'ула. Исра сүресі 34 аят. Уадаңарда бекем тұру, уадаңарды атқарғыла. Әлбетте уаданы балким ел сұрай албай қалышы мүмкін. Ертең қияматта Аллах сенен сұрайтын. Қала Наби саллаллаху алейхи вассалам, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деді: "Иттақиллаха хайсума кунт". Қайсы жерде бол болғын, қайсы ахвалда бол болғын, қайсы мақамда бол болғын, Алладан қорқ. Ва атби сайятал хасана тамхуха. Жамандықтың артынан жақсылық қылғын, жақсылық жамандықты жояды, күнәлерді. Ва халиқин наса би хулиқин хасан. Адамдарға жақсы мамиледе болғын, адамдарға жақсы адеп ахлақ менен мамиле қылғын. Урматты мұсылман бір туған, бұл сахих хадис, имам Тирмизи шығарған хадис. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: "Иттақиллаха хайсума кунт". Қайда бол болғын, қайсы жерде бол болғын, қайсы мақамда бол болғын, Алладан қорққын.